Сәбиге ат қою. Авторы Мықтыбек Орастайұлы. Бір жеңгемнің келіні босанып, сонда бардық. Әлі перзентханадан шықпаған Сәбиге ат қою үшін үй іші болып ақылдасып жатыр екен. Төреғали деп қойыңдар, бір жақсы әнші өзі, айналайын сол секілді танымал болсын, деді төрде отырған кемпір. Ол болмайды. Мына көршінің немересінің аты Төреғали. Бір көшеде екі Төреғали болып кетеді. Ештең етпейді. Екеуі екі жерден жұлдыз болып көшеміз Қазақстанға танысы несі жаман, деді кемпірі айтқанынан қайта қоймай. Төреғали біткеннің бәрі әнші бола береді деп ойлаған секілді. Жоқ, елде жоқ, ерекше ат керек. Шөбереме өзім ат қоямын деген апаның ұсынысы өтпей қалды. Шыңғыс деп қояйық. Қазір Шыңғысханды қазақ деп жатыр ғой. Күшті ат. Менің Шыңғыс деген кластасым бар, деп қалды сол үйдің үлкен келіні. Жеңгеме бұл ұсыныс мүлде ұнамады. Болмайды. Неге болмайды? Деді келіні көңілі түсіп кетіп. Болмайды. Енді келіп сенің кластасыңның атын қою жетпей жатыр еді. Иә, ол не масқара? Келінің кластасының атын қойыпты, деп ел жұрт басқаша түсініп қалады ғой. Жеңгем осылай шорт кесті. Үлкен немерелеріңіздің аты кім еді? Соған ұқсастырып қойсаңыздар, деді мен де бір бүйірден қосылып. Үлкен немереміздің есімі Асқар ғой. Ар ойланып, бер ойланып, Асқарға ұқсас есім таппадым. Бұл идеяда әдірем қалды. Шынында да қоятын ат жоқ па? Деді атасы. Димаш деп қояйық, Қытайды шулатып жатыр, деді манағы Шыңғыс деген атты ұсынған келін. Ай, ол да болмайды. Мына қайнағаның Димаш деген баласы бар емес пе? 35-ке келіп әзер үйленген жоқ па? Сол секілді қатын алмай жүріп алар. Құрысын, деді жеңгем бұған да қарсы болып. Абай, Жамбыл, Мұқтар, Абай деген құдамыз бар. Құданың атын қойған ұят. Жамбыл деген әлгі? Жоқ, болмайды ол да. Неге болмайтынын айтпады. Түсіне қойдым. Сол үйдің күйеуден қайтып келген қызы бар. Күйеуінің аты Жамбыл тұғын. Әрине, ол есінде тура келмейді. Тағы да бірнеше нұсқалар талқыланды, бірақ ешқайсысы өтпеді. Кім? Қой, ол ана алқаш пәленшенің аты ғой. Ол да болмайды. Пәленше сияқты есектен басқа мінері жоқ, бір айтқанын он айтатын мылжың болып кетсе ше? Ол да болмайды. Біздің класста ондай бала бар, жаман үнемі екі алады, деген сияқты әңгімелер бітпей-ақ қойды. Балаға ат қоюдың қиынын-ай, деп ойладым. Ат іздей беріп шаршады ма, енді пәлендеп қояйық деп ешкімнің айтқысы да келмей қалды. Ат қою кейінге қалды. Туралы куәлігін алғанға дейін алқаш, мылжың, сұр бойдақ болмаған адамдардың аттарын құдаларына, нағашыларына қойылмаған есімдерді тауып алса болды да.